Ассалаумағалейкем, қалдарыңыз қалай, денсаулықтарыңыз қалай? Кеше ғана бір көшеде шемішке құрт сатып отырған апамызбен сөйлесіп едім. 8 балам бар дейді. 8 баламның ешқайсысына сыймай бөлек пәтер жалдап тұрамын дейді. Енді қараңыздаршы, өте өкініштісі, анамыздың құрсағы іші өте кішкентай, тар. Анамыздың ішіне кез келген адамды алсақ, 10 бала, 8 бала, 5 бала анамыздың құршағына сыйған, тіпті болмаса егізден туатындар бар. Барлығы анамыздың ішіне 10 бала, 8 бала сыйғанда, сыртқа шығып бала шағасының 8 баласының біреуіне жалғыз анасы сыймай қалған. Өте өкінішті. Менің видеоларымның көп тарауы 2 миллион, 3 миллион просмотрлар бар. Осы просмотрда жоғары жақ статья шығаратын жақ көрсе, осындай статья шығарып бере аласыздар ма, қарастыра аласыздар ма? Бізде Қазақстан Республикасының әкімшілік кодекста 406 бапта қараусыз жүрген, қарғы баусыз жүрген ит пен мысықтың көшеде қараусыз жүрген жағдайда иесіне барып айыппұл саласыздар. Статьяда жазылған. Ал енді қараңыздаршы, осындай статья шығаруға болады ма? Ата-анасы қараусыз жүрген жағдайда баласына барып штраф салуға деген статья шығарып бере аласыздар ма? Немесе органда істеп жүрген, әкімшілікте істеп жүрген, жұмысқа тұрайын деп жатқанда басқа да өкілдер тексерістен өтіледі ғой, дұрыс па? Сол өткен жағдайда ата-анасы кіммен тұрады, қай жерде тұрады, қарттар үйінде тұра ма? Тұрған жағдайда, анықталған жағдайда госслужбада әкімшілікке алмауларыңызды сұраймын. Сондай жолдарды қарастырса, қарттар үйінде немесе жалдаулы тұрған ата-анамыз азаяма деген мүмкіндік бар да. Волонтерларымызға рахмет, демалыс сайын аяқ қолдарын жуып, қарларын тазалап, көмірлерін кіргізіп беріп жатыр. Сол кісілер аспаннан салбырап түсе қалған жоқ, жалғыз болып. Барлығымен сөйлессе, 6 бала, 5 бала, 11 бала, барлығы госслужбада жұмыс істейді. Тайрандап, тойлап жүр. Алайда ата-анасы қараусыз жүр. Ит пен мысықтың статьясы